2002 жыл денсаулық жылы болды. Осы жылы Бәйтерек монументі салынды. Қазақстан Республикасының президенті Евразиялық мемлекетаралық кеңесінің төрағасы лауазымына сайланды. Түркістан қаласында қазақтардың екінші дүниежүзілік құрылтайы болып өтті. Алматыда Давос аясында Евразиялық экономикалық саммит өткізілді. 2003 жыл ауыл жылы болды. Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі болды. Осы жылы Қазақстан Республикасының жер кодексі қабылданды. 2004 жыл 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы қаулыға қол қойды. Астанада Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің музейі ашылды. 2005 жыл Ресейде Абай жылы аталып өтті. Осы жылы Қазақстан-Ресей шекарасы туралы заң бекітілді. 9 мамырда Ұлы Отан соғысы жеңісінің 60 жылдығы аталып өтілді. 2 маусымда Байқоңырдың 50 жылдығы аталып өтті. 2006 жылы Нұрсұлтан Назарбаев президенттікке қайта оралуымен басталды. Осы жылы тәуелсіздікке 15 жыл, желтоқсанға 20 жыл толды. Бұл жылы пирамида үлгісіндегі бейбітшілік және келісім сарайы ашылды. Қаңтарда «Менің Қазақстаным» әнімен әнұран алмастырылды. Академик Ахмет Жұбановтың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілді. Осы жылдың 15 қарашада теңгеміз жаңа басылыммен қайта шықты. 2007 жылы қазақ тілі жылы болды. Осы жылы 2008-2010 жылдарына арналған Жасыл ел бағдарламасы бекітілді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан атты Қазақстан халқына арналған жолдауында 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы аясында ауылдарда мектеп пен аурухана салуды тапсырған болатын. Осы жылы Қобыланды батыр кешені салынды. 2008 жылы Қазақ елі монументі салынды. Осы жылы Жас отан жастар қанатының бірінші съезі болды. Заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың негізінде жаңа мейрам 6 шілде Астана күні енді. Қазақстан азаматтарына патриоттық тәрбие беру бағдарламасы қабылданды. Осы жылы Украинаның Қазақстандағы жылы болып есептелді. 2009 жылы 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында елімізде халық санағы өтті. Тәуелсіздік сарайы бой көтерді. 1 шілдеде әлемдік және дәстүрлі лидерлердің 3-ші съезі өтті. 19 мамырда Қазақстан Республикасының Білім министрлігінің номері 224 бұйрығымен болашақ халықаралық стипендиясы бекітілді. 2010 жылы Астана қаласында мемлекеттік тарихында тұңғыш рет Орта Азия елдерінің басшыларының қатысуымен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. Осы жылы елімізде халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске сәйкес бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі енгізілді. Қазақ халқының біртуар ұлы, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, жауынгер жазушы, даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлының туғанына 100 жыл толды. 2011 жылдың тағы бір ерекшелігі, осы жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа елбасы атағы берілді. 14 желтоқсан күні парламент сенатының салтанатты жиынында президентке Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған төсбелгі табыс етілді.
3 сәуір. Кезектен тыс президенттік сайлау халық қалауы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болды. Алматы қаласында метроның ашылуы болды. Осы жылы 7-ші қысқы Азиада Олимпиадасы Астана мен Алматы қаласында өтті. Нәтижесінде спортшыларымыз 32 алтын, 21 күміс, 17 қола иеленді. Şanıma kuvvet verdi, talasqa düşse şan mendu, şan emes mağan geregi, көк тудың желбірегені. Talasqa düşse şan mendu, şan emes mağan geregi, көк тудың желбірегені.